Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Біз Республика билер алқасының төралқа мүшесі Жасан Әбубәкірұлы. Бүгінгі таңда бізге Шымкент қаласының тұрғыны, тіл жанашыры Бақытжан Нақып мырзадан шағым түсіп отыр. Ол кісінің шағымы жүрген жерінде сауда-саттық орындар болсын, мемлекеттік мекемелерге барған кезде қазақша сұрақ қойып, қазақша жауап алуын сұранып жүрген азамат. Бүгінгі таңда осы мәселе бойынша 1 шілде 2024 жылы сот сағат 4-те Шымкент қаласында сот болайын деп жатыр екен. Ол кісінің арызы бойынша 5 тәулікке бас бостандығынан айырылу екен да. Ал бізде заң бар емес па? Шетел азаматы келіп, ағылшынша сөйлесе, өзінің тілінде сөйлесе, ол кісіге кез келген сауда-саттық орны кәсіпкер болсын, мемлекет қызметкер болсын, өз сол тілінде жауап беру міндетті. Болмаса аудармашы жалдау керек. Орыс тілі азамат келсе дәл солай болу керек. Ал бүгінде қазақ елінде қазақ азаматтары қазақша жауап ала алмай жатқан сауда-саттық орындарда көріп жатармыз, және мемлекет қызметкерлерде көріп жатармыз. Осы жайында, осы қазақ тілінде жауап алу үшін бүгінгі таңда Бақытжан мырзаға, Нақып мырзаға жауапкершілік тартайын деп отыр екен. Ол кісінің шағымын Құдай қаласа сотына барып қатысуға тырысамыз. Бабаларымыз айтқандай, өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін дейді. Бүгінде біздің бірлігіміз қандай дәрежеде болып отыр? Өз елімізде өз тілімізді талап ете алмасақ, өз тілімізде жауап ала алмасақ, мысалға ол кісі айтып жатыр, мен жеке сот орындаушыға арыз жазатын болсам, қазақша, маған орысша жауап беріп жатыр дейді. Міне, сол секілді бабаларымыз айтып кеткендей, бұл біздің сөз емес, басшыларың, билерің қылан болса, халқың жылан болады дейді. Бүгінде жылан дегеніміз не? Шерхан Мұртаза айтып отыр, атамыз айтып кеткендей, айыр тіл тек қана жыланда ғана болады деп. Бүгінде міне, осы тілімізді, халқымызды өз тілінде сөйлеткісі келмей жатқан азаматтар, жауап бергісі келмей жатқан азаматтарға біз керісінше оларға жауапқа тартуымыз керек. Сол секілді міне, құрметті Шымкент қаласының әкімі Ғабит мырза, өзіңіздің қарамағыңыздағы болсын, және сол кісілерге мына кәсіпкерлерді жинап, оларменен міне әр тілден азамат келген сол тіліне жауап беру міндеттісіздер, және кәсіпкеріңіз жүргізу үшін, және мемлекет қызметкерлерге де соны түсіндіру керек. Сіздер қандай жерде арыз шағым түседі, сол тілде жауап беріңіздер. Және қандай тілде сөйлейді, сол тілде жауап беруіміз керек бүгінгі таңда. Ал біз билер алқасының құрылтайшысы құрылғанбыз республика ретінде. Міне Қазақстан Республикасының қоғамдық бірлестігі, қоғамдық жас ұлан болады. Біздің құрылған жарғымызда мемлекеттік қазақ тілінің салт дәстүрін насихаттау және халық пен биліктің арасында алтын көпір болу, президентіміздің жарғыларын және саясатын қолдау құру үшін құрылған ұйым болатын. Мына қазақта сөз бар, президент шаңырақ болса, әрбір хан шаңырақ болса, әрбір би оның оғы деген. Бүгінгі таңда біз елдің ынтымағына және халық пен биліктің арасындағы түсінбеушілік жағдайларды біз жеткізіп, елдің ынтымағын сақтап қалуға құрылған осындай қоғамдық бірлестік болатын. Біздің мына үндеуімізді барлығыңыздар естіп және амал жасайды деп ойлаймын. Дұрыс шешім қабылдайды деп тағы да ойлаймыз. Және сенеміз. Рахмет тыңдағандарыңызға.